Қайырлы күн, сіздермен бірге мен Кәрімбек Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз құлақ анатомиясына тоқталатын боламыз. Яғни біз құлақ қандай бөліктерден тұрады және біз қалай естиміз, соған тоқталатын боламыз. Видеомыз басталмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетейік, ал біз кеттік. Енді видеомыздың басында кіріспе ең қысқаша түрде тоқтала кететін болсақ, құлақ ол 3 бөліктен тұрады. Сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ және де ішкі құлақтан тұрады. Сыртқы құлаққа ол құлақ қалқаны және сыртқы есту жолы жатады. Одан кейінгі ортаңғы құлаққа бізде дабыл қуысы және де есту түтігі, не болмаса ашқан қалыңға байланысты эвстахи түтігі деп аталады. Және де үшіншісі бұл ішкі құлақ. Бұл ішкі құлақ сүйікті және жарғақты лабиринттерден құралған. Енді осылардың барысында біз видеомызда кеңірек айтатын боламыз. Сыртқы құлақ аурис экстерна деп аталады. Ол құлақ қалқанынан және сыртқы есту жолынан құралған. Мынау бізде құлақ қалқаны, ал мында орналасқан бұл бізде сыртқы есту жолы. Ең бірінші құлақ қалқаны, оны біз латынша аурикула деп атаймыз. Ол екі жағы терімен қапталған шеміршекті табақшадан құралған. Яғни құлақтарыңызды ұстап көрсеңіздер, екі шеті терімен қапталған, ортасында шеміршек орналасқан. Ал осы құлақтың шеміршегі жоқ бөлігін бізде сырғалық деп атайды. Лобус аурикуля деп атайды латынша. Яғни бұл жерде шеміршек орналаспайды, соған байланысты қыздардың құлағын тескен кезде осы сырғалықтан тесетін болады. Одан кейінгі құлақтың сыртқы жиегін бізде шиыршық деп атайды. Мұны жерде екі санмен көрсетілген шиыршық, яғни хеликс. Ұстап қарасаңыздар, шынымен шиыршыққа, яғни шиыршықталған нәрсеге ұқсайды. Осы бізде шиыршықтың алдыңғы жағында ойық жері бар. Осы ойық жерді бізде қайық деп атайды, скафа. Ал осы ойықтың алдында орналасқан жерді бізде қайық алдына шиыршық алды, не болмаса шиыршыққа қарсы деп аталады, антихеликс деп аталады. Одан кейін бізде сыртқы есту тесігі бар. Мына сыртқы есту тесігі осының алдыңғы жағында орналасқан құрылымды біз бүртік деп атаймыз, яғни трагус, және де бүртікке қарсы антитрагус деп атаймыз, 9 санмен көрсетілген. Одан кейінгісі бізде сыртқы есту жолы, миадус акустикус экстернус деп аталады. Сыртқы есту тесігімен басталады, яғни порус акустикус экстернус. Міне мына тұрған бізде сыртқы есту тесігі, яғни бізде көзге көрініп тұрған порус акустикус экстернус деп аталады. Осы жерден басталады, алдыға және төмен қарай кішігірім бұрыш жасап, дабыл жарғағына мембрана тимпани ашылатын түтік болып табылады. Енді алдыға және төмен қарай деген қалай? Осыны жақсылап біліп алу керек. Мұны қараңыздар. Бізде сыртқы есту түтігі тесігі бар, сыртқы есту тесігі. Осы сыртқы есту тесігінен кірген кезде, бұл сыртқы есту жолы алдыға, яғни біздің көзіміз жаққа қарай, сәл алдыға қарай, және сәл төмен қарай жүретін болады, және сол жерде бізде дабыл жарғағы орналасқан. Яғни бізде отоскопия дейді, яғни құлақтың ішіндегі осы дабыл жарғағын және де сыртқы есту жолын көретін әдіс. Осы кезде бізде құлақты, яғни құлақ қалқанын артқа және жоғары қарай тартатын болсақ, жеңілдегі алдыға және төмен қарай бұрылған сыртқы есту жолы бізге түзу болып көрінеді. Соның әсерінен біз дабыл жарғағын көретін боламыз, және де толық сыртқы есту жолын көреміз. Сыртқы есту жолы ұзындығы шамамен 24-35 мм шамасында. Сыртқы 1/3 бөлігі шеміршекті, яғни құлақтың шеміршегі бар, осы шеміршектің жалғасы болып табылады. Сыртқы 1/3 бөлігі шеміршекті, ішкі 1/2 бөлігі сүйекті болып келеді, яғни бізде самай сүйегі бар. Осы самай сүйегінің сүйекті бөлігі осы бізде сыртқы есту жолының сүйекті бөлігі болып келеді, яғни сыртқы бөлігі шеміршекті, одан кейінгі 1/2 бөлігі сүйекті болып келеді. Және де бұл сыртқы есту жолында бізде құлық бөлетін бездер орналасқан, яғни біздің құлағымызда бөлінетін бездер. Одан кейінгісі бізде дабыл жарғағы, мембрана тимпани деп аталады латынша. Бұл сыртқы есту жолымен дабыл қуысын бөліп тұратын құрылым, яғни сыртқы құлақ пен ортаңғы құлақты бір-бірінен бөліп тұратын құрылым. Бұл дабыл жарғағын кейбір деректерде ортаңғы құлаққа жатқызады, кейбір деректерде сыртқы құлаққа жатқызады. Мұғалім не деп айтады, сол бойынша айта берсеңіздер де болады. Яғни сыртқы құлаққа жатқызса да болады, не болмаса ішкі құлаққа да жатқызса болады. Негізінен бұл шекара, яғни граница қызметін атқарады. Бұның сыртқы жағын, яғни біздің құлағымыздың тесігіне қарап орналасқан аймағын біз сыртқы құлаққа, ал дабыл қуысына қарап орналасқан аймағын ортаңғы құлаққа жатқызуға да болады. Бұл сыртқы талшықтары радиалды, ал ішкі талшықтары циркулярлы бағытта орналасқан. Яғни сыртқы талшықтары былай
кеткен болса, ортасы бізде циркулярлы, яғни шеңбер түрінде орналасқан фиброзды дәнекер тінінен құралған. Яғни бұл бұлшықет емес, бұл фиброзды дәнекер тіні. Жоғарғы бөлігі бос, мына жоғарғы аймағы бізде бос орналасқан, ал қалған бөліктері керіліп орналасқан. Түсі сұр түсті болып келеді, сұр немесе ақ түсті болып келеді. Яғни кейбір қабынулық ауруларда, яғни отит кездерінде бұлар бізге қызарып, ісініп көрінетін болады. Және де ортасында бізде ерекшелеген құрылымы бұда кіндік орналасады. Кіндік латынша умбо деп аталады. Бұл неге кіндік? Себебі бұның ішкі жағында, яғни мынау бізде сыртқы жағында, жаңа атап өткен артоскопия арқылы қараған кезде бізге осы көрінген, ал ішкі жағында дабыл қуысында бізде есту сүйекшелері орналасқан. Осы есту сүйекшелері сыртында 3 сүйекше бар. Адам организмінде ең кіші сүйекшелер осы бізде құлақта орналасқан есту сүйекшелері деп аталады. Және де әрқайсысының өзінің аттары бар. Балғашық, төстік, үзеңгі деген. Осы балғашықтың тұтқасы келіп, осы дабыл жарғағымен байланысады. Соның әсерінен мынау бізге көрініп тұрған арғы жағында бізде балғашықтың тұтқасы көрініп тұр. Ол дабыл жарғағында кіндік секілді көрінеді. Одан кейінгісі ортаңғы құлақ аурис медиа деп аталады. Ол дабыл қуысынан және есту түтігінен құралған. Есту түтігі не болмаса ашқан қалыңға байланысты эвстахи түтігі деп аталады. Одан кейінгісі дабыл қуысы кавитас тимпани. Дабыл қуысында 3 есту сүйекшесі орналасқан. Яғни жоғарыда атап өткен 3 сүйекше. Олар балғашық, төстік, үзеңгі. Балғашық малеус, төстік инкус, үзеңгі стапес деп аталады. Бұл сүйекшелер диартроздар арқылы байланысқан, яғни бұлар да бір-бірімен буындар арқылы байланысқан. Осының арқасында дабыл жарғағындағы тербеліс ішкі құлаққа қарай өткізетін болады. Қазір біз дыбысты қалай қабылдаймыз, сол кезде бұлар толығырақ айтатын боламыз. Яғни біз сөйлеген кезде дыбыстардың барлығы бізде дыбыс толқындары арқылы шығатын болады. Осы дыбыс толқындарын біздің құлағымыздың қалқаны қабылдайды. Оны ары қарай сыртқы есту жолы арқылы дабыл жарғағына жеткізеді. Дабыл жарғағына жеткен соң дабыл жарғағында тербеліс туындайды. Осы дабыл жарғағындағы тербеліс одан ары қарай балғашыққа, төстікке, үзеңгіге қарай тербелістер өтеді, яғни механикалық тербелістер. Сөйтсе ол ары қарай ішкі құлаққа қарай өтіп кететін болады. Олардың барлығына қазір тоқталамыз кеңінен. Осы бір-бірімен буындар арқылы байланысу арқылы тербелістерді олар ішкі құлаққа дейін жеткізетін болады. Үзеңгінің артқы аяқшасында үзеңгілік бұлшықет бекиді. Бұл дабыл жарғағындағы тербелісті азайтады, яғни дабыл жарғағын қатты шамадан тыс тербеліп кетуден сақтайды. Мына жерде бізде 3 сүйек көрсетілген. Мынау бізде балғашық, төстік, үзеңгі. Осы үзеңгінің артқы жағында жеңілдегі үзеңгілік бұлшықет мускулус стапедиус деп аталады. Осы бекиді және де бұл дабыл жарғағындағы тербелісті азайтады. Сырттан қараған кезде, яғни дабыл жарғағының кіндігі ретінде мынау балғашықтың тұтқасы не болмаса сабы бізге көрінетін болады. Яғни отит кездерінде, басқа кездерінде дабыл жарғаған ісуінен осы бізде дабыл жарғағының кіндігі көрінбей қалады. Бұл да бір артоскопия кезіндегі ерекшеліктердің бірі болып табылады. Одан кейінгісі дабыл қуысының алды қабырғасы бар. Яғни жаңелде ішінде атап өтсек, оның ішінде 3 сүйекше болды, енді оның алды қабырғасы бар. Яғни бір бөлме секілді. Бөлмеңізде де 4 қабырға бар, және жоғарғы төменгі қабырғаларымен санаған кезде алды қабырға шығады. Дәл осы секілді дабыл қуысында да алды қабырға бар. Дабыл қуысының жалпы көлемі 1 см куб деңгейінде, және осының алды қабырғасы бар. Енді бұлардың ерекшеліктерін атап өтейік. Латераль жағында, яғни сыртқы жағында мынау бізде дабыл жарағы, мынау бізде дабыл қуысы болатын болса, енді осының латеральды шеті, бұл бізде дабыл жарғақ шеті деп аталады. Париес мембранезус деп аталады. Яғни сыртқы жағында, латераль жағында дабыл жарғағы мембрана тимпани орналасуына байланысты. Одан кейінгі медиал жағында, яғни орталыққа қарай, центрге қарай, бұл жерде бізде ішкі құлақ орналасқан. Ішкі құлақты біз атап өттік. Жоғарыда ол сүйекті және жарақты лабиринттерден құралған деп. Соған байланысты бұл париес лабиринтикус деп аталады, яғни лабиринтті шеті. Одан кейінгісі артынан, яғни біздің құлағымыздың артқы жағынан бізде париес мастоидеус деп аталады. Яғни біздің құлағымыздың артқы жағында емізік тәрізді өсінді бар, процессус мастоидеус деп аталады. Осы процессус мастоидеустың орналасуына байланысты париес мастоидеус деп аталады, яғни артқы жағы.
Осы жерде айта кететін жағдай, яғни біздің құлағымызда егер де созылмалы отиттер болатын болса, яғни қабыну процестері болатын болса, ол созылмалы кезде адамға белгісіз болып келеді, яғни адам көп оған назар аудармайды. Құлағы сәл-сәл ауырып солай жүруі мүмкін, және де ол назар аудармайды. Сөйтеді ол қабыну процесі арқасында орналасқан емізік тәрізді өсіндіге қарай өтіп кетеді. Сөйтеді ол жерде мастоидит деген қабынуды шақырады. Біз білеміз, бұл процесс мастоидеуске біздегі изю бұлшықеті стернокалейдомастидеус, яғни төс бұғана емізік бұлшықеті бар бекиді. Яғни өзінің аты айтып тұр, төс бұғана және де емізік арасында орналасқан бұлшықет. Және де осы бұлшықеттің сыртында бізде фасция болады, яғни футляры болады. Ортасында бұлшықет орналасқан. Осы процесс мастоидеустегі қабыну, яғни мастоидит қабыну, ол ары қарай стернокалейдомастидеус арқылы төмен қарай түсетін болады. Яғни біздің процесс мастоидеустен бастап төмен қарай бұл төс пен бұғананың үстіне келіп түсетін болады. Яғни қабыну ірің болсын, бактериялар болсын, сөйтеді ол көкірек аралыққа қарай түсіп кетеді. Көкірек аралықтың қабынуын шақыртады. Соның әсерінен медиастенит дамиды, яғни медиастенит көкірек аралықтың қабынуы. Көбінесе науқастар осы медиастениттерден қайтыс болып кетіп жатады, яғни отитті дер кезінде емдемеуге байланысты. Көбінесе бұмен жас балалар ауырады, және созылмалы түрінде бұл медиастениттің дамуына алып келеді. Одан кейін алдыңғы жағында париес каротикус, яғни алдыңғы жағында, біздің көз жағымызда ұйқы артериясы, ішкі ұйқы артериясы, артерия каротикус интерна өтеді. Осыған байланысты бұл жерді париес каротикус деп аталады, яғни дабыл қуысының алдыңғы қабырғасы. Біз білеміз, артериалды қан қысымы кезінде құлақта шу пайда болады дейді. Ол неге? Себебі, мысалы, шлангының ішінде су қатты қысыммен ағып жатса, ол бізге шумен естілетін болады. Енді қараңыздар, мынау артерия, бұл да турба секілді, яғни түтікті құрылым болып табылады. Осының ішінен қан қысымы көп тарылып тұр. Осының ішінен сұйықтық қандар өте қатты ағып жатыр. Соған байланысты бұл шулы болып ағатын болады. Және мынау дабыл қуысында шу ары қарай біздің құлағымызға естіліп, қан қысымы көтерілген кезде құлағымызда шу пайда болады. Яғни төрт қабырғасын айттық. Латеральды, ол дабыл жарағы, медиалды, ол лабиринт, алдынан ұйқы артериясы, артынан мастоидеус, яғни процесс мастоидеус, емізік тәрізді өсіндінің болуына байланысты. Енді бұның жоғарғы қабырғасы бізде бас ми негізіне бағытталған болып келеді, мына аймақ. Және де бұл өте жұқа париес тегменталис деп аталады. Отит, яғни қабыну, ол ары қарай бас миына өтіп кетіп, отиттің ары қарай асқынуы энцефалитке алып келуі мүмкін. Одан кейінгі төменгі жағында бізде мойындырық венасының өтуіне байланысты париес югулярис деп аталады, яғни мойындырық венасына байланысты. Одан кейінгісі бізде эвстахи түтігі, не болмаса есту түтігі, ашаң қалмауға байланысты эвстахи түтігі деп аталады. Латын тілінде tuba auditiva деп аталады. Бұл дабыл қуысы мен мұрын жұтқыншақты байланыстырады. Біздің жұтқыншағымыз бар, яғни жұтыну рефлекстері анау деген секілді. Осы жұтқыншақтың үш бөлігі бар. Олар мұрын жұтқыншақ, ауыз жұтқыншақ және де көмей жұтқыншақ деп үш бөліктен құралған. Осы жоғарғы мұрын жұтқыншақта бізде екі тесік бар. Осы эвстахи түтігінің ашылатын тесігі. Бұның қызметі не? Қоршаған ортадағы қысым мен дабыл қуысы ішіндегі қысымды теңестіріп отырады. Яғни дабыл қуысы, бұның тесігі мына біздің аузымыздың ішінде орналасқан. Яғни мұрын жұтқыншақта. Осы жерде орналасқан, бұл қоршаған ортадағы қысым мен дабыл қуысы ішіндегі қысымды теңестіріп отырады. Мысалы, қараңыздар, мысалы, мұрындарыңыз бітіп, не болмаса қатты сіңірген кезде біздің құлағымыз бітіп қалады. Неге? Себебі бізде мұрнымыздан ауа шықпайды, аузымыздан ауа шықпайды, ол енді ауа басқа жаққа қарай шығып кету керек. Сөйтеді ол эвстахи түтігі арқылы жоғары келіп, мұны дабыл қуысымен байланысады. Осы дабыл қуысымен келіп байланысқан кезде біздің құлағымызда бітеліп қалған секілді сезім болады. Не болмаса биіктікке шыққан кезде, яғни самолетпен ұшқан кезде, не болмаса биік жерге көлікпен көтерілген кезде құлағымыз бітіп қалады. Себебі неге? Себебі қоршаған ортадағы қысым мен біздің құлағымыздың ішіндегі қысым екі түрлі болады. Және осы кезде егер біз шайнау, не болмаса жұтыну қимылдарын жасайтын болсақ, яғни жұтынатын болсақ, онда біздегі эвстахи түтігінде мына мұрын жұтқыншақта тұрған бөлігіндегі қысым сәл де болсын кетеді де,
қоршаған ортамен құлақ ішіндегі қысым теңесетін болады. Осы эвстах түтігінің қызметі. Және де жаңағыдей отит көбінесе мысалы фарингит, яғни жұтқыншақтың қабынуы дер кезінде емдемеген кезде осы эвстахи түтігі арқылы жоғары көтеріліп отит шақырады. Бірінші эвстахитті шақырады, одан кейін барып отитті, яғни ортаңғы отитті шақыратын болады. Одан кейінгісі бізде ішкі құлақ, аурис интерна деп аталады. Сүйекті және жарғақты бөліктерден құралған. Бұл қалай? Яғни біздің құлағымыз ол бізде самай сүйегінің ішінде орналасқан, яғни пирамидалық бөлігі болады самай сүйегінің, осының ішінде орналасқан. Осының ішінде орналасқан және де осы самай сүйегі анатомиялық құрылған кезінде іші лабиринт секілді болады. Ал осы лабиринттің ішін толтырып тұратын бөлікті бізде жарғақты бөлік деп атайды. Екеуінің формасы барлығы бірдей болып келеді. Енді сүйекті бөлігі кіреберістен, мына аймағы кіреберіс деп аталады. Одан кейін ұлу, мына ұлуға қосағанына байланысты ұлу деп аталады. және де үш жартылай шеңберлі не болмаса жартылай дөңгелек түсіктерден құралған. Жартылай шеңберлі түсіктер статикинетикалық аппаратқа жауап береді, яғни біздің тепе-теңдігімізге жауап беретін болады. Ал мына кіреберісте бізде сыртынан қараған кезде екі түрлі тесік көріп тұрмыз. Бұларды біз терезе деп атаймыз. Яғни мынау сопақ терезе, мынау дөңгелек терезе. Фенестра авалис және фенестра ротунда деп аталады. Не болмаса кіреберіс терезесі, мынау ұлулық терезе деп аталады. Сонымен ары қарай ең бірінші ұлудан бастайтын болсақ, ұлу латын тілінде кахлея деп аталады. Бұл сүйекті, білікті, яғни модулус айналасында 2,5 айналым жасайтын иірмелі өзектен. Каналис, спиралис, кахлеядан тұрады. Яғни мынау ұлудың іші, мынау жаңағыдей сыртынан қарағанда ұлудың көрінісі, одан кейін мына жерде бізде модулус орналасқан, яғни сүйекті, білік, стержен, просто білік деп айтуға да болады. Ортасында қоңыр түспен көрсетілгені. Міне мұнда. Енді осының сыртында бізде 2,5 айналым жасайтын, міне мынау тұрған бізде өзек. Осының сыртын 2,5 айналым жасайтын өзек құрайды. Яғни каналис спиралис деп аталады. Каналис спиралис, кахлея, яғни ұлудың иірмелі өзегі. Одан ары қарай неме дейді? Өзектің ішінде біліктің сыртқы бетінде 2,5 айналым жасайтын сүйекті иірмелі табақша, лямина спиралис ассея болады. Яғни мынау бізде өзек болатын болса, осының ішінде бізде спиральді сүйекті табақша орналасады. Лямина спиралис ассея мына жерде жасыл түспен не болмаса көкшіл түспен көрсетілген. Яғни бұл да өзекпен бірге 2,5 айналым жасайды. Сүйекті біліктің ортасында сүйекті білік орналасқан, оның сыртында бізде сүйекті спиральді табақша орналасқан. Яғни 2,5 айналым жасайды. Бұлардың барлығы да 2,5 өзек болсын, және де сүйекті табақша болсын, бұлар 2,5 айналым жасайды. Ол өзектің қарама-қарсы жағына толық жетпейді. Ол қалай? Мынау бізде өзек деп алатын болсақ, осы өзектің қарама-қарсы, яғни мына жаққа дейін толық жетпейді. Бізде ортасына дейін сүйекті табақша орналасады. Ары қарай базилярлы, ары қарай жалғасы базилярлы табақшаға жалғасады. Лямина базилярис. Яғни мынау бізде сүйекті табақша деп алатын болсақ, осының қарама-қарсы жағына жетпейді деп айттық. Ары қарай, енді осыдан ары қарай қарама-қарсы жағына дейін жету үшін ол базилярлы табақшаға ұласатын болады. Және де сүйекті табақшамен, яғни мынау сүйекті табақшамен Рейснер жарғағы байланысатын болады. Рейснер жарғағы деп аталады. Қазір олардың барлығын көрсетемін. Осы үшеуі өзекті 3 кеңістікке бөледі. Ол кіреберіс сатысы, скала, вестибули, дабл сатысы, скала, тимпани, ұлулық өзек, дуктус кахлеариске бөлетін болады. Яғни мынау бізде өзек болатын болса, мынау ішінде орналасқан бізде сүйекті табақша, ары қарай ол базилярлы табақшаға ұласқан, мына жерде орналасқан бізде Рейснер жарғағы. Қарап тұрсаңыздар, өзектің ішін 3 бөлікке бөлген. Мұны аймақ бізде скала, вестибули деп аталады. Яғни кіреберіс сатысы. Мұны аймақ бізде скала, тимпани деп аталады. Яғни дабл сатысы. Ал мұны аймақ бізде дуктус кахлеарис, яғни ұлулық өзек деп аталады. Яғни 3 аймаққа бөлді. Бұлардың маңызы не? Енді осыған тоқталатын болсақ.
Енді мына жерде оқып көрейік. Сопақ терезе фенестр авалис арқылы келген импульс кіреберіс сатысында орналасқан перилимфа арқылы ұлу шыңына қарай көтеріледі, және сол жерде импульс дабыл сатысында орналасқан перилимфа арқылы төмен түсіп, дөңгелек терезе фенестр ротунда арқылы дабыл қуысына өтеді. Не түсінікті? Аса бір түсініктілік жоқ. Енді мына суретке қарайық. Және де біз жоғарыда атап өттік. Біз сөйлеген кезде дабыл толқындары, дауыс толқындары арқылы сөйлейміз. Дауыс толқындарын бізде құлағымызда құлақ қалқаны қабылдайды, оны сыртқы есту жолы арқылы дабыл жарағына жеткізеді. Дабыл жарағанда бізде тербеліс пайда болады. Ол тербеліс синартроз арқылы, диартроз арқылы, және де диартроз арқылы, және сонымен қоса синартроз арқылы, яғни үзеңгіден кіреберісте орналасқан сопақ терезе, яғни үзеңгі сүйегі және кіреберісте орналасқан сопақ терезе бір-бірімен байланысады. Және де осы сопақ терезенің арқасында ары қарай бізде не кетеді? Кіреберіс сатысы, скала вестибули. Яғни сопақ терезе ол ары қарай кіреберіс сатысына ұласып кетеді. Мына жерде орналасқан скала вестибули ұласып кетеді. Ол ары қарай мына жерде орналасқан, яғни шеңбер арқылы, спираль арқылы, 2,5 айналым шеңбер арқылы ол жоғарыға қарай көтеріледі, яғни ұлудың шыңына қарай барады. Мына ұлудың шыңы деп аталады. Купол, яғни ұлудың шыңына қарай көтеріледі. Сөйтеді де ол қарама қарсы жаққа қарай өтеді. Скала тимпаниге қарай өтеді. Скала тимпани арқылы ол қайтадан 2,5 айналым төмен қарай жүреді. Сөйтеді де ол кіреберісте орналасқан фенестра ротунда арқылы, яғни дөңгелек терезе арқылы ол қайтадан дабыл қуысына қарай өтетін болады. Яғни механикалық тербеліс. Ал мына скала вестибули және де скала тимпанинің ішінде бізде перилимфа орналасқан. Перилимфа. Осы перилимфа арқылы бізде механикалық тербеліс сопақ терезе арқылы кіреді. Кіреберіс сатысы, яғни скала вестибули арқылы 2,5 айналым жоғары қарай көтеріледі. Сөйтеді ол қарама қарсы жаққа, яғни скала тимпаниге қарай өтеді. Және де тағы да перилимфа арқылы төмен қарай түседі де механикалық тербеліс қайтадан дабыл қуысына дөңгелек терезе арқылы шығарылып тастайды. Яғни сопақ терезе фенестр овалис арқылы кірген импульс кіреберіс сатысында орналасқан перилимфа арқылы ұлу шыңына қарай көтеріледі, және сол жерде импульс дабыл сатысында орналасқан перилимфа арқылы төмен түсіп, дөңгелек терезе фенестр ротунда арқылы дабыл қуысына өтеді. Енді бұл түсінікті. Енді ары қарай. Бұл перилимфадағы тербеліс базилярлы және рейснер жарғағын қимылдатады. Яғни мына жерде орналасқан мынау бізде рейснер жарғағы, және мына жерде орналасқан базилярлы табақша. Осы екеуін жәңелдегі перилимфалардың былай қимылдап отқандары осы екі жараққа қарай импульс береді. Енді мына жерде бізде эндолимфа орналасқан, яғни дуктус кохлеарис, ұлылық өзектің ішінде эндолимфа орналасқан. Енді осы екі жарғақ тербелісі ортасында орналасқан ұлылық өзекте эндолимфаны қимылдатады. Эндолимфа да қимылдап жатыр. Мына жерде орналасқан эндолимфа қимылдап жатыр. Ұлылық өзекте, яғни осы эндолимфа орналасқан өзекте түкті нейроэпителиалды жасушалар орналасқан. Мұнда нейроэпителиалды, яғни өзің аты айтып тұр. Нейро, яғни бұл жерде нервтік жасушалар орналасқан. Эндолимфа осы жасушаларды тітіркендіреді, және күрделі химиялық процестер арқасында нервтік импульс пайда болады. Бағанағының барлығы механикалық импульс болатын болса, енді бізде нервтік импульс пайда болады, яғни ол ары қарай шеткері ганглиге қарай барады. Шеткері ганглиден ол 8-ші нерв арқылы, яғни вестибуля, нервус вестибуля кохлеарис арқылы ол ромб тәрізді шұңқырда орналасқан өзінің ядроларына қарай баратын болады. Егер білетін болсаңыздар, ромб тәрізді шұңқыр жоғарғы және төменгі 2-3 бұрышқа бөлінеді, және де ортасында оларды бөліп жатқан бізде ми жолақтары деп аталады. Негізі оны есту жолақтары деп атайды. Яғни осы вестибуля кохлеарис былайынан барады да ортаңғы жүлге арқылы көпірге қарай енетін болады, және де ол сопақша мимен көпірдің шекарасы болып табылады. Яғни жәңелдегі эндолимфаның ішінде түзілген нейроэпителиалды жасушалар, олар импульсті ары қарай ганглиге, одан ары қарай көпірге қарай, яғни біздің қыртыс астылық орталыққа қарай жіберетін болады. Одан ары қарай ол ортаңғы миға барады, ортаңғы мидан ары қарай ол біздің самай бөлігімізге келеді. Самай бөлігімізде
бізде естудің қыртыстық орталығы орналасқан. Осылай бізде есту пайда болады. Енді тағы бір қысқаша айта кетейін, яғни бізде сыртқы ортадан механикалық тербеліс болады, оны бізде құлақ қалқаны қабылдайды, одан ары қарай ол есту түтігі арқылы дабыл жарғағына жеткізіледі, дабыл жарғағына тербеліс пайда болады да дабыл сүйекшелері арқылы сопақ тереземен перилимфа арқылы, яғни кіреберіс сатысы арқылы жоғары қарай көтеріледі, сөйтеді дабыл сатысы арқылы төмен қарай түседі. Бұл жердің барлығы перилимфа. Осы екі перилимфа ол рейснер және де базилярлы жарақтар бір-бірімен тербеліс жүргізеді. Соның әсерінің ішінде орналасқан эндолимфаның тербелісіне келеді. Ал бұл эндолимфа орналасқан, яғни ұлулық түтіктің ішінде бізде нейроэпителиалды жасушалар орналасқан. Осы нейроэпителиалды жасушалардың тітіркенуі әсерінен бізде нервтік импульс пайда болады. Нервтік импульс ол ары қарай бізде көпірде орналасқан ядроларына қарай кететін болады, яғни вестибуля кохлеарис нерві арқылы кететін болады. Одан ары қарай ол көпірдегі қыртыс астылық орталығы, ортаңғы мида орналасқан қыртыс астылық орталығы, сонымен қоса самай бөлігіндегі қыртыстық орталығына қарай кететін болады. Соның нәтижесінде біз миымыз арқылы еститін боламыз. Ал мынаның барлығы бізде өткізгіштік жолдар болып табылады. Және де бір айта кететін жағдай, адам естуі бұзылған кезде олардың өткізгіштік кереңдік не болмаса нейросенсорлы кереңдік деген екі түрі болады. Яғни өткізгіштік дегеніміз мына құлақта қандай да бір бөгде зат болса, не болмаса қабынып мына аймақтар бітеліп қалатын болса, не болмаса дабыл қуысында, мына сүйекшелерде қандай да бір проблемалар болатын болса, онда бұл өткізгіштік кереңдік болып табылады. Ал егерде мына эндолимфадан ары қарай процестер зақымданатын болса, ол нейросенсорлы кереңдік болып табылады. Яғни болашақта неврология сабақтарында, не болмаса лор сабақтарында керек болып қалар. Одан кейінгісі креберіс. Креберіс латынша вестибулем деп аталады, үш ұңғылдан, не болмаса қапшық деп атауға болады. Құралған жартылай дөңгелек түтіктердің бес тесігі ашылатын эллиптик ұңғыл. Ректус эллиптикус деп аталады. Эллиптикус деп аталады, мұны орналасқан. Яғни неге бұл бес тесік ал негізі үшеу ғой деген сұрақ туындауы мүмкін. Себебі біздегі екі жартылай шеңберлі түтіктер, олар бір ампулаға бірігіп, содан кейін барып ол креберіске қарай бекитін болады. Соған байланысты бізде бес тесік ашылады. Міне біреу, екеуі, үшеу, төрт және бесеуі. Осы бізде эллипстік қапшыққа қарай ашылады. Оның алдында орналасқан сферикалық ұңғыл, мына бізде сферикалық ұңғыл, ректус сферикус деп аталады. Бұл мына ұлудан келген эндолимфа ішіне толатын болады. Екеуінің арасында орналасқан ұлулық ұңғыл ректус кохлея деп аталады. Мына жерде ол көрінбеген. Одан кейін бұл ұңғылдар бір-бірімен байланысады. Және эндолимфалық жолға қарай, мынаның барлығы бір-бірімен байланысып, эндолимфалық жолға қарай ұласады. Бұл эндолимфалық жол эндолимфалық ұңғылда аяқталады. Бұл эндолимфалық ұңғыл бас ми негізінде орналасқан. Яғни жеңілдегі эндолимфаның барлығы тербеліске келді ғой. Енді осы тербелістің барлығын организмнен шығарып тастау керек, яғни тербеліс тоқтауы қажет. Осыны бізде эндолимфалық ұңғылда аяқталады. Одан кейінгісі бізде жартылай дөңгелек өзектер. Дуктус семициркулярис деп аталады. Ол алдыңғы, артқы және латеральды өзектерден құралған. Яғни алдыңғы, артқы және латеральды өзектерден құралған. Бұлардың бір ерекшелігі, біз басымызды қандай бағыттарға байланысты бұрамыз, соған байланысты бұлар құралған. Яғни біз басымызды горизонтальды бағытқа қарай өзгертуіміз мүмкін, не болмаса тік тұру мүмкін, не болмаса оңға солға қарай бұрылуы мүмкін. Яғни біздің статика-кинетикамызға жауап беруіне байланысты. Кеңейген бөлігін ампула деп атайды. Бұлардың ішінде де түкті нейроэпителиалды жасушалар орналасқан. Кеңістікте қозғалған кезімізде ішіндегі эндолимфа тербеліске келіп, статика-кинетикамыз жайлы ақпарат орталық жүйке жүйесіне жіберілетін болады. Яғни біз басымызды бұрған кезде, орнымыздан тұрған кезде осының ішіндегі эндолимфадағы нейроэпителиалды жасушалар тіркеніп, ақпаратты орталық жүйке жүйесіне жіберіп отыратын болады. Одан кейінгі тағы да бір ауруға тоқтала кетейін, ол бізде қатерсіз пароксизмальды бас айналу деп аталады. Ол неден пайда болады? Ол мына жартылай дөңгелек, не болмаса жартылай шеңберлі түтіктердің ішінде атолиттер пайда болады. Яғни атолит дегеніміз тастар. Бір сөзбен айтқанда тастар. Осы тастар пайда болады, және біз басымызды былай қозғаған кезде біздің басымыздың айналу пайда болады. Ол неге? Себебі тастар
осы шеңбердің ішінде арлы берлі қимылдайды. Ал біз жоғарыда атап өттік, бұл жерде нейроэпителиялық жасушалар орналасқан. Осы нейроэпителиялық жасушаларды тітіркенуінен бізде статикокинетикамыз жайлы дұрыс ақпарат келмейді. Соның әсерінен біздегі бас айналу пайда болады. Ол көбінесе қай кезде болады? Ол резко бірден жатқан кезде, мысалы орнынан тұрған кезде, басының жылдам қимылдау салдарынан осы бізде қатерсіз параксимальды бас айналу пайда болады. Осымен біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарымызбен бөлісіп кетейік. Олар да біліп жүрсін құлақ анатомиясы қалай екенін. Қош, сау болыңыздар.